Тәртіп сақшыларының қиында қызықты қызметін абыроймен атқара білу үлкен жауапкершілікті талап ететіні сөзсіз. Шапшаңдық пен жылдамдық, тез шешім қабылдап, жылдам әрекет ете білу полиция қызметкерінің басты қасиеттерінің бірі. Ұстамды болуы, адамдармен араласа білуі, сыпайы болуы да аса маңызды. Бүгінде осындай қасиеттерді өн бойынан кездестіретін жас полицейлер де аз емес. Жұмыс болған соң әр маманның өз қиындықтары болады. Соның ішінде тергеушілер қиындықтарды елемеуге тырысады. Қиындықты жеңе білгенде ғана мақсатқа қол жеткізеді. Тергеушілер қашанда қиындықты еңсеріп, тығырықтан шығатын жолды таба біледі. Тәжірибе мен біліктілікті тең ұстап, әділдіктің ақ жолынан таймау, алдына келген әр жанның шынайы бет бейнесін тану, психологиялық қарым-қатынасты бағыттай білу кез келген тергеушінің қолынан келе бермейтін ауыр да жауапты іс. Әрбір қылмыстық істі жауапкершілікпен нәтижелі аяқтауға асығады. Тергеу қызметінің ең ауыр жүгі ар алдындағы адалдық. Осындай ауыр жұмыстың жүгін арқалаған тергеушінің әр күні ғана емес, әр сағатының өзі қым-қуыт оқиғамен өріліп жатады. Әрбір істің артында адам тағдыры тұрады. Сондықтан әрбір істі жан-жақты тергейді, тексереді. Қылмыскерлердің көпшілігі өздері істеген қылмыстарын мойнына алмайды. Жасаған қылмыстық әрекеттерін дәлелдеу үшін нақты айғақтар мен дәлелдер тауып, қылмыстық процестік кодексінің талаптарымен тергеп, әрбір істі терең әрі тиянақты зерттегенде ғана істің соңғы нүктесі қойылады. Тергеу ісінің ыстығына күйіп, суығына тоңған жас мамандар тәжірибе жинақтайды. Түрлі санаттағы қылмыстық істердегі күдікті қылмыскермен тілдескенде бірінші кезекте қаттылық пен әділдікті және талапшылдықты сезінеді.